Қайырлы күн балалар. Бүгін сендер бақылау диктантын жазасыңдар. Алдымен тұңғыш ұстаз дала қоңырауы таңған, балаларға арнап алғаш әліппе оқулығын жазған кім екенін білесіңдер ме? Әрине, ол Ыбырай аталарың. Ыбырай Алтынсарин, тұңғыш ұстаз дала қоңырауы таңған алғаш педагог. Ол қазақ балаларына арнап әліппе оқулығын жазған адам. Енді осы тұңғыш алғашқы ұстаз деген тақырыпта диктантымызды жазамыз. Алдымен сендер диктантта сендерде қандай критерийлер бойынша бағаланатындарыңды біліп алыңдар. Алдымен азат жолды естен шығармаңдар. Жазу каллиграфиясын сақтаңдар. Пунктуациялық қателер жібермеңдер. Тасымалдау ережесін сақтаңдар және орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен түзетіп отырып жазыңдар. Сонымен алғашқы сөйлемдер. Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Оның шығармаларының көпшілігі балаларға арналып жазылған. Ыбырай ата ақылды, сабырлы, еңбек сүйгіш қасиетімен бүгінге дейін бізге үлгі. Ол ер балалармен қатар қыздарға мектеп ашу, оларға әртүрлі кәсіпті үйрету ісін алға қойды. Оларға арнайы мектеп, интернат ашу мәселесін көтеріп, айтысып тартысып жүріп, осы мақсатын орындады. Жазып болсаң, мәтініңді менің жазған жазбаларыма қарап тексеріп көр. Тыныс белгісі, азат жол, әріптер, үтір нүктелеріңді тексеріп ал. Сосын сергіту сәтін жасап, әрі қарай грамматикалық тапсырмалар орындап көрейік. Осы мәтінден сендер етістіктер тауып астын сызыңдар және сын есімдер теріп жазыңдар. Ол үшін тағы да мәтінді алдарыңа қойып қойдым. Етістіктерді тауып астын сызыңдар және сын есімдер теріп жазыңдар. Балалар, сендер бүгін бақылау диктантын жаздыңдар. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігін, мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу, таза жаздыңдар. Сөйлемдерге айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қойдыңдар. Және етістік пен сын есімді таптыңдар. Ал бүгін сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.